Әділет ТВ телеарнасының жаңа студиясына белгілі Сақ кино студиясының басшысы, құрылтайшысы Батырхан Қалдарбекұлы Дәуренбеков пен продюсер Данияр Бағланұлы Серікбаев арнайы келді. Қонақтарымызға арнамыздың заманауи түсірілім алаңдары мен техникалық мүмкіндіктерін телеарна директоры Назипа Дарханбайқызы Мамықова өзі арнайы таныстырды. Қонақтар ұжымды жаңа медиа орталықтың ашылуымен құттықтап, алдағы жобаларға сәттілік тіледі. Серпінді кездесу тек таныстықпен шектелмей, екі тарап үшін де жемісті болды. Бас қосуда отандық медиа өнімдерді дамыту және бірлескен жобаларды жүзеге асыру жайы кеңінен талқыланды. Ендігі кезекте Әділет ТВ телеарнасы мен Сақ кино студиясы өзара әріптестік орнатып, көрерменге сапалы да мазмұнды дүниелерді бірлесе ұсынбақ. Қош көрдік. Осы телевидение, жаңа телевидение болып тұр ғой енді. Телеарна құтты болсын. Әділеттің ақпарат саласындағы әділеттің ақ туын желбіретіп жүріңіздер. Барлық қоғамда болсын, жаңалықтар болсын, барлығы негізі шыншыл, шындық болу керек және әділетті болу керек деп ойлаймын. Көрсетіліп жатқан материалдардың бәрі қызықты болса, халыққа ол өтімді болады. Ол үшін жаңа шынайылық керек. Осы жолды ұстаныңыздар, құтты болсын деп айтамыз. Ал Назипа Дарханбайқызы, құрметті ұжым, Әділет телеарнасының ұжымы, Құда қаласа мынау құрылып жатқан, Құда қаласа жақын күндері ашылайын деп жатқан Әділет телеарнасы құтты бола берсін. Бұл Әділет телеарнасы атауының өзі ерекше. Алла тағаланың 99 есімнің бірі әділ болса, сол Әділет телеарнасы да сол бір есімнің бір атауы. Сондықтан елге, халыққа, қоғамға пайдасы тиетін, қарақылды қақ жаратын, әділдік туын ұстанатын осындай бір керемет халыққа, қоғамға өте қажетті, креативті, саяси, мәдени, осындай танымдық телеарна болып қалыптасып, аз уақыттың ішінде үлкен бір медиа холдингке айналыңыздар. Тілекшіміз.